Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен қауым. Бүгін жаңа толқын қауымдастығында Іле аудандық мәслихат депутаты 18-ші орта мектептің педагог-психологы Валентина Ионасқызы Талис қонақта. Сәлеметсіз бе, Валентина? Сәлеметсіз бе. Валентина, әңгімемізді бастамас бұрын қонақтарымызға, көрермендерімізге өзіңізді таныстырып өтсек. Мен 1994 жылы Ресейдегі Астрахань қаласында дүниеге келгенмін. Одан кейін нағашы ата-әжемнің қолында өстім. Бала-шағам Атырау облысы Ганюшкин ауылында өтті. Мектебімді бітіргеннен кейін мен Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіндегі педагог-психолог мамандығына түстім. Дипломымды алғаннан кейін Іле ауданындағы номер 18-ші мектепке психолог болып жұмысқа кірдім. 2021 жылдан бері Іле аудандық мәслихат депутаты болып тағайындалдым. Жақсы. Қазақ тіліне деген сүйіспеншілігіңізді кім оятты? Негізі қазақ тілінде мен 5 жасымнан бастап сөйлеп жүрмін. Осы сүйіспеншілікті менің нағашы атам Хасанбек деген кісі оятты. Одан кейін көршілерім, достарым, мұғалімдерім мемлекеттік тілді үйренуге ықпал етті. Мен оқушы кезден бері көптеген сайыстарға, олимпиадаларға қатысып жүрмін. Іле ауданына мұғалім болып орналасқаннан бері 2017 жылы тіл парасат сайысына қатысып, жүлделі 2-ші орынға ие болдым. Одан кейін 2020 жылы облыстық мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы сайысына қатысып, 1-ші орынға ие болып, 120 мың теңге ақшалай сыйлық алдым. Бәрекелді, жарайсыз. Ұстаздық пен депутаттық мандаттық қатар алып жүру қиын емес пе? Жоқ, ондай қиын емес. Мұғалімдік жолым, депутаттық жолым, оның басты мақсаты халыққа қызмет көрсету. Жақсы. Өзіңіз мемлекеттік тілге жанашырлық танытып жүрсіз. Қазақ халқына келін болуға қалай қарайсыз? Негізі болашағымды білмеймін. Әлі тұрмысқа шықпағанмын, бірақ та егер ондай мәселе болатын болса, қазақ жігіттермен сөйлесіп жүретін болсам, әрине мен қарсы емеспін. Жақсы, бәрекелді. Сіз педагог-психологсыз. 2022 жыл балалар жылы деп аталды. Осы балалар жылында жас ұрпаққа, мектеп оқушыларына, бүлдіршіндерге қандай психологиялық көмек көрсетіп жүрсіз? Біз психологтар үнемі балаларға қолдау көрсетеміз. Басты мақсатымыз балалардың психологиясы жоғары деңгейде болуы. Сондықтан біз психологтар үнемі психологиялық консультация, түзету дамыту жұмыстарын жүргіземіз, профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Ата-аналармен үнемі байланыста боламыз, мұғалімдермен байланыста боламыз. Сонымен қатар балаларды қолдауға тырысамыз. Жақсы, рахмет. Валентина, сіз елімізді мекендеп жатқан өзге ұлт өкілдеріне, әрбір азаматқа өзіңіздің мемлекеттік тілді меңгерудегі тәжірибеңізбен бөлісіп, қандай кеңес айтар едіңіз? Адам қандайды бір тілді жақсы меңгеру үшін сол тілде бала кезінен сөйлеуді керек. Сондықтан елімізді мекендеген әрбір ұлт өкілі кішкентай кезінен бастап мемлекеттік тілде сөйлеу керек. Одан кейін мемлекеттік тілде қазақша кітап оқып, қателессе де сөйлеуге ұялмауы керек. Мен мемлекеттік тілде жақсы сөйлегендіктен ел президентіміздің Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы алғыс хатымен марапатталдым. Біз Қазақстанда өмір сүргендіктен мемлекеттік тіл, қазақ тілін білу әрқайсымыздың парызымыз. Бәрекелді, жарайсыз. Валентина Ионасқызы, қауымдастыққа келіп, бізге сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермен қауым, бүгін бізде қонақта болған Іле аудандық мәслихат депутаты, Іле ауданындағы номер 18-ші орта мектептің педагог-психологы Валентина Ионасқызы Талис болатын.